Сәлем, бүгін біз сіздермен borrow және де lend деген сөздердің айырмашылықтарын қарастыратын боламыз. Жалпы borrow мен lend екеуі де қарызға уақытша бере тұру немесе қарызға уақытша ала тұру деген мағына білдіреді. Borrow бұл алу деген мағына білдіреді, lend беру деген мағына білдіреді. Жақсы ма? Екеуі де уақытша алу, уақытша беру. Енді біріншісін қарайық мысалы. May I your pen? Сенің ручкаңды алсам бола ма, әлде берсем бола ма? Әрине алсам. I borrow your money, your pen болады. Яғни мына жерде не болады? Borrow болады. Ары қарай. Please, маған кітабыңды, your book, маған кітабыңды бере тұрасың ба бола ма, әлде ала тұрасың ба бола ма? Әрине, please. Lend me your book болады, lend болады мына жерде. Келесі. From whom did you the money? From whom? Сен кімнен ақшаны алдың бола ма, сен кімнен ақшаны бердің бола ма? Әрине, сен кімнен ақшаны алдың. Мына жерде не болады? Borrow болады. He will you his bike дейді. Ол саған велосипедін береді бола ма, әлде алады бола ма? Әрине, he will lend you his bike. Ол өзінің велосипедін саған береді болады. I went to the library. Мен кітапханаға бардым. Не үшін бардым? Кітапты алу үшін бардым бола ма, әлде беру үшін бола ма? Мына жерде енді өзіңіз тауып комментарийға жазып жіберіңіз жауабын.